Биыл Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл. Бұл қайта жаңғырған қазақ мемлекетінің ата-бабаларымыз аңсаған азаттықтың тұғыры нығая түскенін әйгілейтін маңызды белес. Тарих тұрғысынан алғанда 30 жыл көзді ашып жұмғандай қас қағым сәт. Дегенмен бұл көптеген халықтар үшін қиындығы мен қуанышы, дағдарысы мен дамуы алмасқан тұтас дәуір деуге болады. Қазіргі таңда тәуелсіздік баршамыз үшін ең асыл қасиетті күн. Бұл мемлекетіміз бен халқымыз үшін ең басты әрі құнды мереке болмақ. Ендеше өткенге көз салып, тағылымға толы тарихымызда бірге еске түсірейік. Мың 1991 жыл тарихқа толы жыл болды. Ең алдымен Қазақстан егеменді ел болды. Осы жылдың 2 қазанында қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа сапар шекті. Бұл 30 жыл бойы ұлының ғарышкер болуын армандаған қазақтың маңдайы жарқыраған күн болды. 8 күннен кейін әуе кемесі жерге сәтті оралды. Кеңес одағының жерінен ұшып шыққан Тоқтар Әубәкіровтің табаны қазақ топырағына тиді. Ғарыштан ұшып келгенде бүкіл Қазақстан, қазақ халқы көтерілді ғой. Қай жерге барсан бүкіл қазақтың рухы көтерілді. Енді қыш қанағат қайдан келгенін қазақтар өздері білмей қалды. Біз де міне нациямыз, біз де ұлтпыз, біз де көтерілдік, біз де бәрін істей алады екенбіз деген ой болды. Ғарышқа шыққанда әлі Байқоңыр СССР-дің Байқоңыр рет қонған кезде мен егеменді тәуелсіз Қазақстанның жеріне қондым. Осы 91 жылда тарихи оқиғаларға толы жыл болды. Қазір ғана өзіңіз айтып өттіңіз, Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты деп. Сол кезде аудандық басылымда жұмыс атқарыпсыз. Халық басылым беттеріне жарыса жазып, жаңағы сүйінші сұраған кездерде болды. Сол кезде қандай материалдар бердіңіз, қандай мақалалар жарияладыңыз басылым беттеріне? Шүйінші сұрағанда сұмдық шүйінші сұрады ел жаңағы газет беттерінде. Ол енді негізінен мынау республикалық басылымдар көп жазды. Егемен Қазақстаннан бастап басқа да басылымдар бар, тәуелсіз басылымдар бар, еркін басылымдар бар, ресми басылымдар барлығы жазып жатты. Шүйінші сұрап, бүкіл қазақ елінен шүйінші сұрап. Енді ол бір Тоқтардың алғашқы қазақ ұландарының ішінен космосқа ұшуы бұл үлкен оқиға болды ол zaman. Үлкен, өте бір қуанышты, өте үлкен оқиға болды. Жалпы аға, осы тәуелсіздікті ата-бабаларымыз аңсап күтті ғой. Қастерлі күн деп білеміз. Осы жылдары, тәуелсіздік алған жылдары халықтың көңіл күйін сипаттап бере аласыз ба? Өзіңіз қандай көңіл күйде болдыңыз? 1991 жылы 16 желтоқсан күні Алматыда Қазақ СССР жоғарғы кеңесінің сессиясында ел тәуелсіздігі жарияланды. Біз сол сәтті үйде едім, көгілдір экранға теледидардан көріп, бір-бірімізден телефон соғып шүйінші сұрасып, анау Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жариялансын деген кезде орнымыздан тік тұрып тәуелсіздікке тағзым еттік. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары халықтың тұрмыс тіршілігі жақсы бола қойған жоқ. Жоқшылық әбден қашты. Ақша жоқ, ақша болса да сатып алатын тауар тапшы. Осы сәтті пысықай алып сатарлар сәтті пайдаланды. Мәселен, бір қой бір шөлмекке тең келетін заман болды. Антаға, қой әкелдім. Семіз ба? Қой әкелдім аға, семіз, өкінбейсіз. Көрсеңіз болады аға. Шөп науқаны келе атырады, бір шөлмек берсеңіз аға. Ой, рахмет аға. Көріп алыңыз, семіз бекен. Келсіз қой аға. Келсіз. Реніш жоқ қой. Реніш жоқ. Сүріп алайық. Оп, сыңда.
Міне сол кезде мал жанның құнсызданып кеткені соншалық ауыл халқы аз уақыттың ішінде қолында бар малынан айырылды. Жалпы өзіңіз сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой жаңа, халықтың тұрмыс тіршілігі жақсы бола қойған жоқ деген секілді. Сол кездері естіп білуімізше, мал жанның құнсызданып кеткені соншалық жаңағы бір жылқыны киімге айбастайтын заман болыпты. Сол туралы не айтасыз? Иә, болды ондай. Мынау жаңағы колхоз нарықтық экономика енді ғой сол жылдары. Нарықтық экономикамен бірге жаңағы шаруашылықтардың бірі, мемлекеттік шаруашылықтардың бірі тарады. Сон жеке шаруашылықтар болды. Сол қолында жаңағы дизель отын жоқ, соляркасы жоқ, бензині жоқ. Шаруалар қалай күнін көреді? Сон малын сатты. Екі бөтелке қолдан жасалған самопал дейтін ол заманда, я. Самопал араққа бір қойын бергендерді өзіміз көрдік, білеміз. Жығылғанға жұдырық елдегі заңның әлсіздігін пайдаланған 90 жылдардағы қылмыстық топ халықтың тыныштығын бұзды. Жағдайы жақсы кәсіпкерлерден ақша талап етіп, өз үстемдігін жүргізді. Ақшан қоясың? Болады, жақында болады. Рекетир сөзі қазаққа тәуелсіздік алған жылдардан бастап таныс. Біреулер үшін ол басбұзар қылмыскер, халықты сүлікше сорған салықшы болса, кейбірі рекетерді өз заңымен, ел мен жерді жаудан қорғаған нағыз жігіттер деп түсінеді. Қазақтарды жаңағыдай өзге ұлт өкілдерінен шыққан серкелердің алдына салып бермей, азаттап алып қалды. Көршілес мемлекеттің қылмыс әлемі мойындатып алғысы келгені рас. Ал біздің жігіттер оған тойтарыс беріп отырды. Өз дәрежесінде оларды тоқтатты. Әрине, мемлекет өз аяғынан толық тұрып, етек жеңін жинағанға дейін сол жігіттердің мемлекеттің қорғаушысы, ұлттың жанашыры деп мен айтылар едім. Халық күйбең тірліктің тауқыметінен шыға алмай титықтап жатқанымен Қазақстанды әлем тани бастады. 1992 жылдағы ірі саяси оқиғаның бірі еліміздің Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болуы. Осы жылы мемлекеттік рәміздер әнұран, елтаңба және туды жасауға конкурс жарияланды. 1992 жылдың 4 маусымында тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны туралы заңға қол қойды. (1993 жылдың 28 қаңтарында Қазақстан Республикасының тұңғыш ата заңы қабылданды. Дәл сол жылы 15 қарашада ұлттық валютамыз теңге айналымға енді. Мінекей, менің қолымда тұрған ең алғаш рет пайдалануға берілген қағаз ақша тұр. Байқасаңыздар, төл теңгемізден ұлы ақындарымыздың, хандарымыздың, билеріміздің бейнесін байқауға болады. Қандай керемет. Дәл сол жылы осы ақшаға қолы жеткен әрбір азаматтың қуанышында шек болмады. 93 жылдың қараша айында Қазақстанның ұлттық валютасы теңге шықты. Оғанда біз қуандық. Алғашқы сол теңгенің шығуы, бақыр ақша дейтіміз теңгелер, тиындар. Сол теңгелердің өзі қағаз болып шықты. Әрине, алғашқы шыққан уақытында теңгелердің де бетіне қазақтың зиялылары, ғұламалары, солардың бейнесі бейнеленген қағаз ақшалар көбейді. 30 жылда атқарылған еңбек көп ақ, алайда оның барлығын сөзбе сөз жеткізу мүмкін емес. Құрметті көрермен, мен сіздерге тәуелсіз Қазақстанның тек 3 жылда жеткен негізгі жетістіктерін баяндап бердім. Алдағы уақытта тарихқа толы тәуелсіздіктің оқиғаларын бірге еске аламыз.